Қайырлы күн достар, Іскер Азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қайтарымсыз 1.380.000 теңгеге өтінішті қалай тастау керек екендігін көрсететін боламын. Бұған дейін мен сіздерге қайтарымсыз грант 1.380.000 теңге Қазақстан бойынша грант бөлінген және аудандар бойынша, аймақтар бойынша қанша гранттан бөлінгендігін өз YouTube каналымда көрсеткен болатынмын. Егер көрмеген болсаңыздар, ол видеоны қарасаңыздар болады. Мен әр ауданға, әр облысқа жеке-жеке тоқталған болатынмын және ерекше құпиялармен бөліскен болатынмын. Бүгін мен сіздерге қайтарымсыз 1.380.000 теңгеге өтінішті қалай тастау керек және сертификатта прикрепить ету керек, сондай-ақ бизнес планда қалай беруден алдын тастау керек екендігін көрсетеді. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп алыңыз. Қазақша контенттерге арналған, яғни қазақ тілінде біршама жақсы материалдар қолжетімді. Бұл жерде жалпыға бірдей декларация 2023 жылы кімдер тапсырады және қалай тапсырады деген сұрақтарға толық әрі нақты жауап берген болатынмын. Менің каналымда Каспимен бизнес, ютубпен бизнесті қалай жүргізу керек екендігі көрсетілген. Сондай-ақ қайтарымсыз 1.380.000 теңге туралы біршама жақсы мәліметтер бар. Күнделікті қалай толтыру керек, егофтан өзімізге қажет документтерді қалай жүктеуімізге болатындығы туралы жақсы видеоны қарағаннан кейін лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл қазақша каналдың дамуына өз септігін тигізеді. Енді бүгінгі видеомызға көшейік. Қайтарымсыз 1.380.000 теңгеге өтінішті қалай тастаймыз. Ол үшін мынау жерге Google-дың іздеу батырмасына бизнес бастау еңбек деген батырманы басамыз. Осы жерден міне проект бастау бизнес центр занятости дегеннің үстінен басамыз және осы жерде еңбек бизнес дегеннің үстіне мынау көктің үстінен басамыз. Сізде осындай бет ашылады. Осы терезе ашылғаннан кейін кіру деген батырманы басамыз. Email-мен кіруіңізге болады, сондай-ақ өзіңіз тіркелген ұялы телефон арқылы кірулеріңізге болады. Немесе сіздерде егоф арқылы кірулеріңізге болады. Мен көбінесе егоф арқылы кіремін. Осы жерде кірудің бірнеше әдістері бар. Оның ішінде ETSG кілтімен кіретін боламыз. Сертификатты таңдаңыз деп тұр. ETSG кілтіміз орналасқан жерді көрсетуіміз қажет болады. Міне осы жерде біз сіздермен қазір боламыз. Құпия сөзімізді енгіземіз өзіміз. Открыть деген батырманы бас. Электронды цифрлы қолдамамен қол қойғаннан кейін міне сізде осындай бет ашылады. Осы жерде адамның үстінен басып мой кабинеті деген таңдаймыз. Осы жерде мой кабинетті таңдағаннан кейін проверка статус, біз сертификат алмай тұрып өзіміздің осы жерде проверка статустан өткен болатынбыз. Одан кейін біздің сертификатымыз автоматты түрде сақталады. Енді осы жерде біз бизнес планды прикрепить етуіміз қажет. Байқап отырсаңыз, мынау грант дегеннің астында проверка статус деген тұр. Оны баспай бизнес планды прикрепить етіп аламыз. Ол үшін бизнес план дегенді басамыз осы жерде. Егер сізге бизнес планның шаблоны қажет болатын болса, осы жерде шаблон бизнес план деген бар. Осының үстінен басатын болсаңыз, міне сізге осындай шаблон ашылады. Қазір мен сіздерге көрсетіп кетейін. Мен осыдан кейінгі видеода міндетті түрде сіздерге бизнес планда қалай жазу керек екендігін, қалай толтыру керек екендігін көрсететін боламын. Қазір осыған көз жүгіртіп шығыңыздар. 11 түрлі документациясы бар. Мен осыдан кейінгі видеоны міндетті түрде бизнес планды жазу туралы түсіретін боламын. Осы жерге добавить бизнес план дегенді басамыз. Осы жерге өзіміздің жаңағыдай бизнес планымыздың атын жазамыз. Қазір мен дайындап қойған папкамды ашайын. Осы жерде менде біршама жақсы бизнес пландар бар. Осы жерде қарап шықсаңыздар болады. Қайтарымсыз 1.380.000 теңге грант алу үшін осы бизнес пландарды мен сіздерге жекеге шықсаңыздар қолжетімді бағада ұсына аламын. Дайын тексерістен өткен бизнес пландар қарап шықсаңыздар болады. Менің WhatsApp, Telegram каналым жоғарыда, каналдың жоғары жағында тұрады. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Так, міне біздің алдын ала дайындаған бизнес планымыз. Бір тексерістен өткіземіз. Одан кейін барып бизнес планымыздың атын копировать етеміз. Одан кейін барып мына жерге бизнес планның тақырыбын қоямыз. Файл бренді дегеннің үстінен басып файлымызды таңдаймыз, қай жерде орналасқандығын. План 23, міне осы жерде осы бизнес планды прикрепить еттім. Сохранить деген батырманы басамын. Міне біздің бизнес планымыз прикрепить етілді, уақыты барлығы көрсетілген. Осы жерде проверка статус дегенді үстінен басамыз. Осы жерден галочканы қоямыз, согласен дегеннің үстінен галочкамызды қоямыз. Одан кейін проверить деген батырманы басамыз және ETSG кілтімізді енгізетін боламыз. Эрсамен қол қоятын боламыз. Так, өкінішке орай, вы не соответствуете условиям получения гранта дейді.
категориясы міне осылай анықтасаңыздар болады. Мына жерде результат сіздерде шығады. Егер сіздерде мына жерде жаңағыдай адам көп болып, базада адам көп болатын болса, осы жерде көрсетіп тұрады. Осы жерде көрсетіп тұрған кезде егер болмай кететін болса, мынау дөңгелектің үстінен басып, обновить приложениені обновить жасап жазып отырсаңыздар болады. Мысалы үшін мынау біздің клиентіміз бұл категорияға жатпайды екен. Осылай өздеріңіздің бизнес пландарыңызды прикрепить етіп, өтініш беретін кезде осылай өтініш берсеңіздер болады. Менің іскер азамат YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта жақсы видеолар болады. Егер сізде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарий бөлімінде қалдырыңыздар. Мынау жоғарғы жақта менің WhatsApp каналымның жоғарғы жағында менің WhatsApp номерім көрсетілген, және Instagram, Telegram каналдар. Осы видеоны көріп қайтарымсыз 1.380.000 теңге алуға өтініш берген кезде одобрение берді. Мен олар үшін арнайы отчетты қалай тапсыру керек екендігін арнайы видео дайындап қойғанмын. Комментарий бөлімінде жазсаңыздар, мен сол видеоны өз YouTube каналыма жүктейтін боламын. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде іскер азамат YouTube каналына подписаться бөлімінде мына жерде подписаться дегенде шығады. Міндетті басып, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Қазақша видеоларды және іскерлік видеоларды ең алғашқылардың бірі көретін боласыздар.